Дорогие друзья, весовая категория до 60 килограмм. Представитель спорта Муай-Тай. Встречайте, Алибек под псевдонимом Стрелец Капасов. Браво! Его соперник синяя сторона. Представитель спорта Кюкушинкай карате. Участник чемпионата Азии. Чемпион и призер республиканских турниров. Али Катана Муратбеков. Бәрекелді өте қызықты жекпе-жек боларына сендіміз. Тек қана сәттілік. Итак, бойцы, правила знаем, не нарушаем. Колено удар не наносим, за линию не заступаем. Всем понятно? Орел, решка. Решка начинаем. Приготовились. Боец готов? Боец готов? Луки! Бүгінгі жарыс кесіндегі 3-ші жұп татами төрінде көпшілік алдында 60 келіге дейінгі салмақта Қапасов пен Мұратбеков жұбы. Екеуі де каратэден келген, бірнеше өз салалары бойынша халықаралық турнирлерге қатысқан, ұлттық біріншіліктерді, ішкі жарыстарда жеңімпаз атанған жігіттер лоу-кикте дебюттік жекпе-жектерін өткізіп отыр. Бұл жерде ең бірінші соққы бағыттауды ғана емес, қатты соққы беру емес, соққыны қабылдай білуде қорғаныста керек. Сондықтан төзімді жігіттердің ғана қолынан келетін спорт түрі деп айтсақ болатын шығар. Енді көп жағдайда біздер кикбокс шеберлері о баста ойлайтын едік, кикбокс шеберлері мысы басым дегенде жоқ. Уақыт өте келе көзіміз жетті. Бұл жерде ең бірінші кезекте көбіне каратешілердің аяғы асығалысынан түсіп жатады. Бірақ бұған дейін енді еркін күрес шеберлерінің де осы жарыста оза шапқанын көрдік. Сондықтан да барлығы спортшының өзіне байланысты. Соққы мықты болу керек және төзімділік керек. Бұл жерде 3-ші жұп. Лоу-кик, міне қазір соққы қаншалықты мығым болды көрдік. Мұратбеков қарсыласына әдемі соққы бағыттады. Енді лоу-кик айтып отырмыз ғой, елімізде енді ғана қанат жайып келе жатқан спорт түрлерінің бірі деп, бұл жалпы халықаралық федерация құрылған Испанияда. Енді Өмірбек Әлмағжанов бастаған мамандардың бар мақсаты осы лоу-кикті елімізде барынша дамытып, әлемдік аренада ел спортшыларының мерейін асқақтату. Сондықтан да міне қазір 8-ші біріншілігі өтіп отыр. Лоу-киктің және жігіттердің аяғы алысы жаман емес, жігіттер ғана емес, қыздар да бар. Мәдина бастаған біздің қыздар осы жарыста 3-1 жарыста жеңіске жеткен. Бұған дейінгі жекпе-жекте Аян Исахан мен Кирилл Пархоменко арасындағы жекпе-жектен кейін Аян Исаханға сөз берілді. Сол кезде айтты, енді мен бұл жеңісімді атанам арнайым дегенде, керемет, нағыз жігіттің сөзі. Осы күнге осы әдетке жеткізген мені атанам, сондықтан да осы бірінші жеңісімді лоу-кикте атаналарым арнайым дегенді жеткізді. Және Аян жалғыз келмеген, Алматыдан өзімен бірге достары да келген, қолдау көрсетіп осы жерде сол достарын ортаға шығарып естелік суретке түсті. Өзінің қарсыласы Пархоменкомен болған кездесуде жеңіске жетті. Қанша соққы болатыны қазір уақыт көрсетеді. 9 жұп бүгінгі күнге белгіленіп отырған 9-ші жұп. 9 жұп бұл көпшілік алдында қазір 3-ші жұп шығып отыр. Яғни Мұратбеков пен Қапасов. Бұған дейінгі жарыстарда да көргенбіз әлгі соққы
оңқай солақайлар болады ғой. Соққыны кейбіреу оң аяғымен қабылдайды, сол аяғымен тебеді. Кейбіреу керісінше сол аяқпен де қабылдайды, сол аяғымен тебеді. Осылай міне жарыс жалғаса береді. Шыдамы шегіне жеткенде барып, жігіт жарыстан бас тартып жатады. Әзірше енді Мұратбеков қазір Қапасовтың қас-қабағына қарап қояды. Әлгі бір соққыдан кейін қарсыласы жарыстан бас тартама деп ойлаған жоқ. Қапасов тәуекелге бел буды. Тағы бір соққы жасауға тәуекел етіп отыр. Көрейік. Қазір қорғаныс шебінде Мұратбеков. Оңай болған жоқ бұл соққыда. Уақыт өткен сайын енді міне. Карате Кёкушинкайдың мықтылары. Қапасов мойындады. Қапасов мойындады Мұратбековтың мықтылығын. Осылайша бұл жұпта Мұратбеков жеңіске жетті. Құтты болсын дейміз.